Құрлысы көп тәкаппар дүние. Неге мені тура жолдан тайдырдың, айтшы, неге? Айтшы, бұл жалғанда ақиқат бар ма? Әлде жоқ па? Әлде бұл ақиқат құмары бір қамбаған ойында ма? Әлде қол жетпес, соқыр бір дүниеде ме? Дүниенің кеңдігін табамын деп, басымды қай жартасқа соқтырмадың, ай? Өмір-ай, өмір-ай. Шіркін әкем мен адам бұл фәниде болғанда ғой. Ақиқатты іздеп шарламас едім. Шарламас едім. Бисмилля. Жихад бауырлар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Бұл дүниеде жер бетін басып жүрген нағыз бидғатчы кәфірлер. Оларды түп-тамырымен көзін құртуымыз керек. Бұл Қазақстанда мына біздер сияқты нағыз мұсылмандар басқару керек. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ақилар, кеше Сириядағы ұстаздардан тапсырма алдым. Жақында жихад жасауымыз керек. Салман, Абу Юсуф, мұқият тыңдаңдар. Сендер мешітке барып, жамағаттың арасынан өмірден түңіліп жүрген, азаптанып жүрген, діннен түк хабары жоқ бір бишараны алдап, менің алдым алып келіңдер. Өтірікке тұншықтырып, арбап, жихадқа дайындаймыз. Иншалла. Ақшаны аямаңдар. Ол кәфір әбден мастансын. Кәфірлердің көзін құртамыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ішкілікке салынып, құмар ойына соншалықты бет бұрғаным. Бір мезетті-ақ аманатқа қиянат жасап, көлігімді сатып, жинап терген қаржымды, тіпті пәтерімді де бала-шағамның көз жасына қарамай, құмар ойына салып жібердім. Иә, бұл қуарақтың кесірі ғой, кесірі. Тағы да арақ па? Құдай-ау, бұл арақ түбімізге жетіп тынатын болды ғой, ел аман. Үйде жейтін дымың жоқ, бала-шағаң аш. Ал сен арақ, күнде арақ әлі тоймадың ба? Болады бәрі, болады. Ал, машина қайда? Саған айттыр, машина қайда? Не машина жоқ, не ақша жоқ. Барлығын араққа қойып біттің уже. Ел аман, айтшы, біз бақытты едік қой. Түсінемісің, бақытты едік қой біз. Ал сен не істедің? Соның бәрін не істедің? Барлығына құрттың. Так. Үйдің құжаттары. О, малыш, тексер. Бәрі дұрыс мұнда. Кеттік ондай болса. Кеттік па? Мені? Ойын бітті, жігіттер. Елеге қоя тұр, асықпа. Елеге, мұнаған не дейсің? Малыш? Еламан? Еламан? Мұнда не болып жатыр? Еламан? Тағы да бастағансың ба?
Қане, шығыңыздар үйден, тайып тұрыңыздар. Стоп, қарындас. Сіз менің үйімде мені шығаратын кімсіз? Кімнің үйі? Менің үйім. Не? Жаным, кешірші. Жаным, ұтылдым, үйден де ұтылдым. Еламан. Еламан. Ертең кешке үйді босатып қой. Не істедің сен? Ахи, мұны өмірде нағыз мұсылмандар бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Ал біз Құран аяттары мен хадистермен жүреміз. Аллаху акбар. Я бауыр. Жүр. Ассаламу алейкум, Фатих ұстаз. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам ва рахматуллаху ва баракату. Түрлет бауырым. Бұл бауырды мен ұзақ күттім. Бауырым, сенің атың бүгіннен бастап Абдулла. Кел бауырым, кел. Ассаламу алейкум. Фатих ұстаз. Мен ақиқат іздеп келдім. Абдулла, егер сен ақиқат іздесең, ең бірінші ла илаха иллалла деш. Ла илаха иллалла. Машалла, машалла. Міне. Сенің ақиқатқа деген алғашқы баспалдағың осы. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ахи, сен біздің қатарымызға қосылдың. Машалла. Абдулла, сен түсіне қара. Бұл өмір жалған. Нағыз өмір жәннатта басталады. Нағыз мұсылман өз-өзін Аллах разылығы үшін құрбан етуі тиіс. Яғни шахид болу керек. Абдулла, сенің анаң, әйелің намаз оқи ма? Анам дүниеден өткен. Ал әйелім намаз оқымайды. Көрдің бе мені? Олар харам. Абдулла, сен әйеліңнің пісірген тамағын жейсің бе? Иә, жейм. Бұл харам. Мен қазақтарға түсінбеймін, бауырлар. Құда күту, бит ашар, келінге сәлем салдыру. Оның бәрі ширик, Абдулла. Сен тез арада әйеліңді бізге алып кел. Тілін Каримаға келтіріп, тезірек арамызға қосайық, Иә. Егер оған көнбесе, ажырас. Бәрі жақсы болады, иншалла. Абдулла, ақиқаттың жолында ең алғаш тапқан табысың осы болсын. Керек жарағыңа қысылмай жарата бер. Ал. Иншалла. Иншалла, бәрі жақсы болады. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Міне, көзімді ашып жұмғанша, уақытта зымырап өте берді. Мен кең ойламай, кем ойлап, тар түсініктің шырмауынан шыға алмай, жатағымның жетегінде ілесіп, өмірге деген көз қарасымда өзгере бастады. Дінгегім дұрыс бекімей жатып,
Бағыты беймәлім Фатих ұстаздың берген теріс пәтуасына арбалып, ойламаған жерден от басып, жихад деп ұрандатып туған қалқыма, өз отаныма қарсы шығып жатқанымды сезбей де қалдым. Бауырлар, әлхамдүллә. Міне, маңызды жоспарға нүкте қоятын кез келді. Абдулланы алдадық, арбадық. Мен жихад жасауға, Сирияға аттандыру керек. Иншалла. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Жігіттер, ал енді анау, аңғау, Абдулланы шақырыңдар. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум. Ахи, Уалейкум ассалам, ахи. тез арада үйге жет. Не болды? Шұғыл бір іс бастағалы жатырмыз. Жарайды болады, иншалла. Ассаламуалейкум. Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам. Кел, Абдулла бауырым, төрлет. Бисмилля. Абдулла, сен Аллахтың сүйікті құлысың, Абдулла. Оған дәлел мынау бізге қосылып, берген тапсырмамызды бұлжытпай орындап жүргенің. Енді саған соңғы тапсырма. Абдулла, сені Сирияда бауырлар күтіп алады. Қолыңа қару жарақтың барлығын сонда береді. Арнайы құрылған жасақтық топ сені жихад жасауға дайындайды. Иншалла, алда сені үлкен соғыс күтіп тұр, Абдулла. Мұсылмандардың нағыз арманы осы. Алла жолында құрбан болу, ахилар. Машалла. Машалла. Абдулла, сен нағыз мұсылмансың, Абдулла. Сенің орның жәннатта. Иншалла. Жихад жасайтын мүмкіндік туып тұр. Бұл мүмкіндік кез келген мұсылманға бұйырмайтын амал, Абдулла. Міне, саған ұшаққа билет. Ертең Түркия арқылы ұшасың. Онда сені бауырлар күтіп алып, әрі қарай Сирияға шығарып салады. Альхамдулилля. Бұл менің көптен күткен арманым еді. Өзімді Алла жолында құрбан қылуға дайынмын. Иншалла. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Фатих ұстаз, әйелім мен бала шағам не болмақ? Тез арада әйеліңе талақ бер, Салманмен некелестіре саламыз. Бала шағаңа қарайлап тұрады. Бала шағаңа да бір жағы қарайлай тұрамыз. Әйел деген шайтан, астағфирулла. Астағфирулла. Ал Абдулла, жасайтын жихадың қабыл болсын. Жәннатта кездескенше. Иншалла. Фатих ұстаз, жәннатқа аттанғалы тұрған Абдуллаға сыйымызды берейік. Мінекей, Абдулла. Саған сыйымыз осы. Мына 10 мың ақш долларын бала шағаңа барып бер. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ассаламуалейкум, Фатих ұстаз. Сен қайдасың, Абдулла? Әуежайға барасың ба? Я, намаз уақытысы келіп қапты. Мешітке кіріп намаз оқып алайын. Иә, біз әуежайдың алдында көлікте отырамыз. Сол жерде жолығамыз, иншалла. Иншалла әуежайда болам. Жақсы. Ақиқатты іздесе, бірінші өз отанын қорғау. Отбасында дұрыс мәмілелі болу. Ағайын бауырменен қарым қатынаста жақсы болу. Өзінің перзенттеріне жақсы тәлім тәрбиені беру. Көрші туыстармен жақсы мәміледе болу. Адамзат дұрыс ақиқатты таныйым десе, Алланы дұрыс тани білсін. Құрметті мұсылман бауырлар, біздерге бір-ақ нәрсе керек. Ақиқатты іздесек, біз Алланың ризалығын, оның көрсетіп қойған тура жолын, және де
өзіміздің қас дұшпанымыз болған нәпсімізбен күресе білу. Жихад ұғымы бұл шетел ауып, Сирия мемлекетіне барып, нақақтан зұлымдыққа бет алу емес. Ақиқат бұл Алланы дұрыс тану менен оның көрсеткен шариғаттарына мойынсыну. Ақиқат. Мен іздеген ақиқат Сирияда емес, осы мешітте екен ғой. Құдіреті күшті Аллахым, сонда мен адасқаным ба? Мейірімі шексіз жаратушым, менің соқыр көзімді ашып, шынайы иманымды оятқаныңа шексіз шүкір еттім. Шексіз шүкір еттім. Ел аман. Ел аман. Анашым. Құлыным. Ортан. Анашым. Қайда барасыз? Райыңнан қайт, құлыным. Райыңнан қайт. Алла! Алло. Алло, сәлеметсіз. Әлемдердің жаратушысы Алла біздерге дінді, ислам дінін, мейірім дінін, рахым дінін, кеңшіліктерін етіп берді. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Өмір жайында ойлана қалсам, ессіз адамдай жылап күлемін. Жүрміз өлместей өмірге келіп